35 жастағы келіншек өзінің 14 жыл отасқан жарын бауыздап өлтіріп, дене бөлшектерін өзенге ағызып жіберген. Қара жамылған отбасы 8 айдан бері марқұмның бас сүйегін таба алмай әлек. Қайырлы кеш, Еуразия бірінші арнасында көреміз. Сіздермен Руслан Өтепбай. Мәйітті әкелген кезде басы жоқ дегенді естідік қой енді. Біз талап еттік, что басын тауып берсін деп. Енді оны қиқымдап тастаған жоқ, табылмайды деді. Дене сүйектерін түгел емес, где-то 60% ғана бар шығар сүйектері, денелері. Басы мүлдем жоқ. Осыдан 8 ай бұрын інісін соңғы сапарға аттандырған Керемет Арзекованың қайғыдан қабырғасы қайысып отыр. Айтуынша, бауырын 14 жыл отауласқан келіншегі аяусыздықпен өлтіріп, денесін ұсақ бөлшектерге бөліп тастаған. Сорақсы сол, қолын қанға малған келінім түр білдірмей, қалыпты өмірін жалғастыра берді дейді. Жұмыста отырып мазасыздандым да інімді іздей бастадым. Сөйтіп үйге келдім. Да киімді ауыстырдым да сразу соның үйіне бардым. Есігінің алдына енді кіріп баратыр едім. Әпше тоқтай тұрыңызшы деп, мына жақтағы бөлмесінен жаңа газ кухня есебі ғой, кухнясынан жүгіріп шықты да, үйде ешкім жоқ еді. Деді, шашы жайы болған, сөйтіп шықты да, ертең далаға шығып сөйлесейікші, мына жерден әжетханаға барған едім, үйдің ішін бәрі туалет сасып кеткен сияқты отыр деді. Сезіп атсыз ба, адреспен жақтым деді. Шындық жоқ жерде сұмдық көп. Марқұмның кісі қолынан қаза тапқаны белгілі болғаннан соң, бәрін 13 жасар боз баласы мойнына алмақ болған. Бірақ тергеп тексеруден кейін еңгезерде еркекті ұлы емес, келіншегінің асқан аяусыздықпен бауыздап, артынан денесін өзенге ағызып жібергені белгілі болды. Басында тергеушілер жаңа үйіне келіп тергеді ғой енді, үйінің ішін бәрін көрді, қандай жағдай болған. Сол кезде бізге айтқаны баласы өлтірді деген, 11 жасар баласы өлтіріп қойды, басынан таспен ұрып деген. Біз оған енді шынымен сендік, таспен ұрды дегенге. Содан кейін баласынан да мен жайлап сұрадым, азамат сен шынымен сөйттің ба деп, иә анашымды құтқарам деп сөйтіп өлтірдім деді. Ол мынандай кішкентай ғана тасты көрсетті да, сол не қылды, сонымен өлтіріп қойдым деді. Мамасының да анасының өзінің құндызын айту бойынша да балам өлтірді деп берген біріншісінде, кейін қарасақ уже баласы емес, өзі өлтірген болып шығып жатыр. Адам шошырлық қылмыстан соң Құндыз Молдабековаға қатысты түрлі алып қашпа әңгімелер тарады. Бірі оның ақыл есінде кемістігі бар десе, енді бірі бәріне марқұмның өзін кінәлады. Алайда 15 жылға сотталған келіншектің ұстаздары Құндыз жайлы тек жағымды пікір білдірді. Осы мектепте оқыған, өнерге биге жақын болған дейді, оқуы жақсы болған, тәртібі де ондай айтарлықтай жаман болмаған, орташа болған деп айтады мұғалімдер. Оқушы кезден сол билік жақсы көрген деп айтады ғой. Мектепте бірақ официально жұмыс істемеген, ол ешқандай қызметте болмаған, тек оқушының өзінің қызығушылығымен келіп, оқушыларға би үйреткен деп естимін. Естіген кезде үлкен мұғалімдер таң қалды ғой, біздің оқушыдан сондай оқиға болды ма, шықты ма деген. 3 баланың анасы 14 жыл отауласқан күйеуін не себепті асқан аяусыздықпен бауыздады? 19 тамыз күнгі сұмдықты көрген балалардың шындығы қандай? Басты сұрақ, әкелерінен айырылып, аналары сотталған ұл қыздар енді кімнің қарамағына өтпек? Көреміз.